Апыр-ай, биылғы жаз расында малға да жанға да жайсыздау болғалы тұра осы, деді еңкіш жаурынды ат жақты ұзын тұра қара сұр шал алдында жаюлы шаршы орамалдың үстінде үш сала боп түскен құмалаққа ойлана қарап. Келесі сәрсенбеден я жұмадан қалдырмай тасаттық бермесе болмайды дейді құмалақтың пірі. Мына құйысқан тұйықталып әлдебір нәрсеге сұранып тұр. Бөлімше кеңсесі алдындағы төбеші құмның үстінде күнде кешқұрым мезгілде бас қосатын азынаулақ ауыл шалдарының біреуі осы құмалақшы Нұрберді. Құмөзектің тоғайлы бөлімшесінің шаруа жайынан бастап осында тұратын 20 шақты түтін үйдің күнделікті тіршіліктеріндегі ұсақ-түйек мәселелерге дейін осы құм төбенің басында сөз болып, осы арада бұлардың шешімі тоқтамай айтылып жатады. Біреудің малы жоғалады, біреудің оқудағы баласынан хабар-ошар болмай қалады. Біреудің тойы, біреудің садақасы, біреудің жол жүретіндегі әйтеуір кішкентай ауылдың тірлігіндегі барлық оқиға осы мәслихатшылардың сарабынан өтеді, ортаға салынады. Ал мәслихат төрағасы сөз жоқ құмалақшы Нұрберді. Шалдар соның аузына қарайды, сарабдал сөзді соның аузынан күтеді. Бүгінгі отырыстың сөзі көктемнен бері бір тамшы ылғал тамбай тұрған ауа райын әңгімелеуден басталды. Әңгімені бастаған бөлімше меңгерушісі Сейданның әкесі Құрман шал еді. Біздің бала кеше ауданға жиналысқа барып келіп еді. Мана жаңбырсыз басталған жаздың беталысынан басшылар қатты мазасызданып отырған сыңайлы, деді ол сол мәжіліске тура өзі қатысып келген адамдай. Енді бір 10 шақты күннің ішінде жаңбыр болмаса шөп те, егін де күйіп кетті дей бер. Күн тәртібіндегі бұл күрделі көкейкесті мәселеге қатысты Нұрбердінің айтқан тоқтамы әлгіндей. Құмалақтың бірі шұғыл тасаттық беру қажет дейді. Тасаттық дейсіз бе? Жексенбай ұста көзілдірігінің құлағына сырғып түсе беретін ілмегін түзетіп, Нұрбердінің бұл ұйғарымына көз жеткізгісі келген адамдай құмалаққа үңіле қарады. Мына орта жүрегінде жоп түсіп күпті садақа құрбандық расында да керек болып тұр екен-ау. Нұрберді өзімен қабаттасып сәуегейсінген Жексенбайдың бұл айша киіп жаруын ұнатпай қалды. Құмалақты дереу жинап, орамалына шаршылап салып түйді де оған қарап, «Ал онда малыңды дайында» деді, үлкен көздерін алайта қарап. «Қойың аздық етер, бір тайөгізіңді қиясың сауапқа». Мұны күтпеген Жексенбай қапелінде не дерге білмей аз-кем қипалақтап қалды. Сосын Нұрбердінің бұл тосын сөзін әзіл қалжыңға сайып күле берген. Неге күлесің? Мынау зауалдың алдын алуға бір құдайы малыңды атамайтын жөнің жоқ. Нұрберді кішкене шишадан шақшасынан көк бұйра Насыбайды бас бармағының үстіне бір-екі шеке қағып, екі танауына алма кезек апарып искеп-искеп қойды. Құмның жиегінде өріп жүрген осы ауылдың көп сиырының жартысы сенікі, сен беруің керек деді. Қайдағы деп ыршып түсті Жексенбай. Торпағымен сорпағымен 10-15 қара кімде жоқ. Бірақ мұндай іске ел болып беретін тасаттыққа құдайы аз бір үйдің қазанынан шықпаса керек білуімше. Оның сөзін Құрман да қолдады. Ырым жолы солай, бірақ Жесекеңе тайөгіздің басын ел болып тістеп беруге болады ғой. Дұрысы осы емес пе? Әрине деді Нұрберді даусын соза түсіп. Мен де соны айтып отырғаным жоқ па? Бұл шешімге Жексенбайдың іштей аса разылығы болмаса да басын көңілсіздеу изеп бір жөні болар деді. Нұрбердінің аяқ астынан өзіне жабыса кеткеніне жыны құрысып, бірақ құдайы беруге бір малын қимады деген сөзден именіп сыр бермеді. Қабағын қарс түйіп, бетінің ұшы жыбырлап, әрі-бері отырды да орнынан тұрып үн-түнсіз үйіне қарай кетті. Мәслихат төбенің басындағы шалдар да бір-біріне қарап, иықтары селкілдеп күлісіп алды. Бір жаман тышқағылағын сойып, үйіне биылдыққа бір түстік беруге жарамай жүрген сараң немені тығырыққа оңдырмай тіредік-ау деп тарамыз қата Олжабай да күліп қойды. Шалдар бұдан әрі көп отырмады.
Оны-мұны сөз қылып, құм төбенің басында дағдысындай кең көсіліп жайғасуға ешқайсының құлқы болмады ма, әлде тасаттық беру мәселесін үйді-үйлеріне хабар қылып жеткізуге асықты ма, тез тарқасты. Нұрберді айтуын айтса да, қолы қатты Жексенбайдың бір малын ортаға шығаратынына күмәндеді. Нендей сылтау айтар екен ертең, қу сараң деп ішінен бір мырс етіп күліп алды. Ертеңіне таңертең ала күрең құнажынды Жексенбай бөлімше кеңсесінің алдындағы бағанаға әкеліп байлады. Бөлімше кеңсесінде жалғыз өзі ғана ешқайда шықпай жұмыс істейтін және қызметіне дәйім ертелетіп келетін ферманың есепшісі қитар көз Қайрақбай сиыр жетектеген бұның бұл жүрісіне әуелі аң-таң қалып, артынша тергеудің астын алған. Тасаттық дегенді шығарып жүрген кім өзі, деді ол, қитар көзінің біреуін Жексенбайға туралап. Ет жегілері келген, қызыл сырап ерігіп жүрген осы ауылдың шалдары болар. Оны анау әулие Нұрбердіден сұра, шырағым. Мал керек деді, әкелдім міне. Не істесе ос десін. Маған әйтеуір бір тиын артық та кем де емес 500 теңгені берсе болғаны, деді Жексенбай. Ойбай-ау, ол ақшаны сонда саған кім береді, деді. 500 теңге құдды өз қалтасынан шығатындай Қайрақбай ыршып түсті. Кімінесі, сендердағы, деді Жексенбай сазарған қалпы. Құдайдан жаңбыр тілеп отырған ауданың бар, совхозың бар, осы барлығың емес пе? Ақсақал, бастық қатырма көп. Жекенің есебінен болса, әркім өз қалтасынан төлейтін болса, маған десе, бір емес 10 құнажынды әкеліп сой. Тек совхоздың, бөлімшенің есебінен емес. Тасаттыққа деп бөлінетін үкіметтің көк тиыны жоқ, біліп қой. Қайрақбайдың қызына сөйлегені сонша дауысы қатты-қатты шығып кетті. Әне-міне дегенше кеңсенің алдына жұрт қараң-құраң жиналып та қалды. Тасаттық жөніндегі әңгімеге аядай ауылдың адамдары кеше-кештақ түп-түгел құлағдар болған. Жексенбайдың құнажынға кескен бағасын ешкім де саудаға салмады. Нұрберді бастаған шалдар кеңесі құп тескен үй басы тізімделіп, бұл тізімге әркімнің қолы қойылып, заңдастырылып дегендей Қайрақбайдың қолына берілді. Айлық жалақы кезінде жұрттан тасаттыққа тиесілі қосылатын үлесін ұстауды, сөйтіп 500 теңгені тіктеп беруді ферма бастығы Сейданның өзі соған тапсырды. Бастық тапсырғасын ғана Қайрақбайдың амалы құрыды. Әйтпесе, осы тасаттыққа қатысты ырду-дырдуды шығарған шалдарға оның жыны кәдімгідей-ақ құрыстап отырған. Тізімді бүктеп қалтасына салып жатып ол, әй Жексенбай, ақша енді келесі айдың аяғында болса болды. Әйтпесе күзде бірақ аласың. Қазір банкіде ақша жоқ деген хабар осыған шығып жатыр. Күнде келіп ызыңдамайтын бол, деді ол, даусын шығарып. Жексенбай ұста оған жүзін бұрмастан қолын бір-ақ сілтей салды да, томсырайған күйі қабағын ашпастан үйіне қарай кетті. Ертеңінде сәрсенбінің сәтіне Құмөзек өзенінің берік жағасындағы тепсеңге жер ошақтар қазылып, Жексенбайдың 500 сомға кесілген құнажыны тасаттыққа шалынды. Алақандай тоғайлының кәрі жасы, бала-шағасы ойдан-қырдан қосылған шаруа басындағысы Қайрақбай сияқты бірлі-жарым кеңсе баққандары тайлы таяғына дейін дегендей бір қауым ел құнажының былқып піскен етін жеп, сорпасын ішіп, Құранын оқып, қол жайып әумеңдесті. Енді шаңытып нәр тамызбай тұрған жарықтық көктің құдіретіне қала берді құмалақшы Нұрбердінің сәуегейлігіне сын. Ел өз міндетінен құтылғандай үйді-үйлеріне жайбарақат тарқасты. Дәл ертеңінде де, одан кейінгі күндерде де ауа райының құбылысынан көп өзгеріс байқала қоймады. Аңызға аптап жер дүниені қуырып, аспанға тым құрыса шөкімдей де бұлт үйірілмей діңкені құртты. Тоғайлы кеңсесінің алдындағы Құмтөбе мәслихатшыларының апырай деп бас шайқасқаны болмаса, тасаттыққа да емей қойған аспанның безерлігін ашықтан-ашық Құдайдан көруге ауыздары бармады. Тарамыз қатпа олжай ғана қушектеніп Нұрбердіні ара-тұра бір қағытып қояды. Осы Нұреке бір құнажын аздық еткен жоқ па, қалай дейді? Мырс-мырс күліп. Оның үстіне Жексенбай да сол құнажыны түскірді, зар жылап әзер беріп еді. Шын ықылас пейілімен берілмеген малды тасаттыққа шалғанымыз бекер іс болғаны ма екен? Бір жағынан қалай ойлайсыз,
Нұрберді қабағының астымен Олжайға бір, Жексенбайға бір қарап қойып үндемей отыра берді. Әй Олжай, манадан маңдайы тыржиып, терісіне сыймай тырысып отырған Жексенбайдың дауысы әнтек қатқыл шықты. Көсемсімей қойшы сен, кәнеки, қолың ашық, ықыластың пейілді болсаң қайда қалдың? Енді кеп тілін безеп отыр. Олжай оның ызалы, алая қараған көздерінің өңменінен өтердей сесінен кәдімгідей-ақ жүні жығылып, ғығып қалды. Еңсесін төмен салып, көздер жыпылық атып, аузына бір көзіне бір қарады. Жартымды сөз де түспей бей-берекесі қашты. Құм төбенің басында отырған басқалар да тым-тырыс. Бұл қолайсыз үнсіздікті Нұрберді сейілтті. Тәжікелестің керегіне осы ағайын. Бір тасаттықты берген екенбіз, енді соның айналасында сөзді көбейтпей-ақ қоялық та. Бейіл ниет білдіру бізден, қалған істің сәті тәңірден, артын күтелік деді. Жөні осы әрине деді, Құрманшал да басын шұлғып. Берілген тасаттықтың аз көбінде емес бұл мәселе. Өзгелер де бас шұлғысып осы сөзге пәтуеден қойғандай-ақ ыңғай білдірісті. Бұл айтылғанға басын шұлғымағанда, қабағын ашпағанда жалғыз Жексенбай. Тарамыз қатпау Олжай оның бетіне кінәлі адамдай жалтаң-жалтаң қарағыштай берді. Сол күннің ертесінде кешке салым тасаттық шалынған сәрсенбіден аттай 10 тәулік өткенде бол түйіріліп, аспан жүзі күрт күркіленді де артынша нөсер құйылдау кеп. Жаз басталғалы жаумаған жаңбыр бірер сағаттың ішінде жер дүниені ағыл-тегіл суға көлдетіп жіберді. Арнасы қашып, жіңішкеріп, сыздықтап қалған құмөзек сар-гүр тасқындады. Ауық-ауық терезеге қарап, нөсердің тасыр-тұсыр аралас көліне құлағын түрген Нұрберді үстінен бір зіл-зала қара тас жүк түскендей жеңілдей берді. Иә жасаған, адал мінәжат, бейілімізді құп алғаныңа, мейірбандылығыңа мың мәрте алғыс деп бетін сипап қайта-қайта күбірлей берді. Ауа райын болжау қызметінің мамандары бұл құбылысты қалай түсіндіргенін қайдам. Тоғайлы бөлімшесінің халқы тосынан жауған осы нөсерді тасаттықтың құдіретіне жорыды. Тасаттық беру керектігін дер кезінде айтқан құмалақшы Нұрберді беделінің бұдан соң бұрынғыдан да бетер арта түскені айтпаса да түсінікті. Соның анық бір айғағы әртүрлі себептермен оны түстікке, қонағасыға шақырушылардың көбеюі еді. Шақырылған жерде Нұрбердінің құмалағы міндетті түрде тартылады. Оның дуалы құмалағы аман саулықты, оңғарылатын жолды, түсіп тұрған хабарды, табылатын жоқты, күтіп тұрған шүйіншіні мәлім етіп, тоғайлы жұртының еңсесін тағы бір көтеріп тастады. Осындай күндердің бірінде Нұрберді бастаған тоғайлының шалдарына Жұмағыз кемпір түстік берді. Ауыл шетіндегі бәкене қоржын үйде тұратын жалғыз кемпірдің қазіргі алданышы азын-аулақ малы ғана еді. Соғыстан оралмаған күйеуінің, ұлының шаңырағын күзетіп, 40 жылдан астам уақыт ағайынның төркіннің аясын сағаламай, жалқы басының тірлігін өзі ғана күйттеген кемпірдің бұйығы өмірін маздататын жалғыз үміт баласының өлмегендігіне деген сенімі болатын. Осы сенімнің көңіліне берік ұялағаны соншама, ұлының әскерден оралатын тойына жыл сайын дайындалып, малын байлап, үйін әктеп, қора-қопсысын ретке келтіріп, кәдімгідей әбігерленіп жүретін. Жұрт жетім кемпірдің мұнысын қайғы мен күйіктің шалғы шалған дегенге саяды да қояды. Осы тойға дайындалып болғасын, Жұмағыз кемпір міндетті түрде Нұрбердіге құмалақ салдыртады. Құмалақшының жылына бір рет қиналатын сәті де бәлкім осы-ақ болар. Ұлынан үмітін үзбеген бейбақ кейуанаға құмалақтың қисынын ойдан шығарып айту оған қияметтің қияметі еді. Амалы жоқтан Нұрберді құмалағын оң сөйлетеді. Ұлының мынау кең жалғанның бір түкпірінде тірі жүргендігінен хабардар етіп, бірақ тоғайлыға оның жолы әзірше түсіп тұрмағандығын айтып, Жұмағаздың көңілін амалсыз жұбататын еді. Жылына бір рет еститін осы жұбаныш сөзге қанағат тұтатын жетім кемпір келесі жазға дейін оған құмалақ салдыртпайды. Міне, бұл жолға арнайы шақырыстың да осындай гәбі бар екендігін Нұрберді де оның жанындағы шалдар да түсінді.
түстікке сойылған семіз серкештің еті желініп асқа бата берілгеннен кейін Жұмағыз сөзін бастады және тағы да сөзін Нұрбердіге бағыттап айтты. Құмалақшы қайным-ау, саған айтпағанда кімге айтамын ішімдегі сөзімді? Құмалағыңның киесінен, дауысынан айналайын, елді жұртты қуантып жаттың. 40 жыл зарлатқан менің әлгі қу жалғызым Сейіт Жапарымнан биыл не хабар айтар екен деп жүрегі құрғыр лүпілдеп отыр тағы да. Жұмағыз кемпір әжімді күстенген қолдары дірілдеп Нұрбердінің алдына бір шаршы ақшайма орамалды жайды. Биыл түсіме жиі кіріп жүр Сейітім. Осы 2-3 күнде тағы кірді. Әкесінің қасында жүр екен. Әлгі байғұс біздің шалды айтамда, олының қолынан тас қылып ұстап алып жіберетін емес. Балам маған қарап, әкемді жалғыз тастап қалай кетем апа деп, әрі-сәрі күйде мұңаяды. Неге үйтіп жүр құлындым? Көңілдімде де маза қалмады. Нұрбердінің қарасұр жүзі демде түнеріп сала берді. Құмалақты асықпай 3 салаға бөліп, әр саланың үймесін 4-4-тен жіктеп, екшеп шаршылап тартып болған соң ол еңсесін көтермей бір әудем уақыт үнсіз отырып қалды. «Я құдая, жебей көр өзің» деп күрсінді Жұмағыз кемпір. «Жебей көр жалғызымды». Нұрберді тамағын бір кенеп алып, тағы бір сәт үнсіз толғана түсіп, пәсте үнмен сөйлеп кетті. «Жеңгей, көрген түсің бекер болмас. Құмалақ жылдағыдай емес, хабарды көңілсіз көншітпей отыр. Бекем болғың. Елшіл азамат елге өзіңе оралғысы келген ақ. Бірақ амал қайсы, тағдыр жазуы солай болыпты. Соған енді көнуіміз керек те, жеңгей, бекем бол. Жан рухы пештің төрінен орын алыпты Сейіт Жапарыңның. Иманы жәннатта болсын». Құмалақтың мұндай тосын жоруын Нұрбердінің қасындағылар да күтпеген еді. Тіпті Құмалақшының өзі де бұл сөзді өз аузымен айтып отырмағандай күй кешті. Бірақ бұдан әрі жылма-жыл енді жалған қисынмен байғұс кемпірді белгісіз бір үміттің әуре сарсаңында түсірудің әділетсіздік екендігін ол басқаша айта алмасын біліп, осы жолы шындықтың бетіне тура қарауға бір-ақ рет тәуекел етіп еді. Жұмағыз кемпір аһ ұрып өксіп дауыс тағылмады. Тарс еткен үнде қатпады. Жүзінен қан қашып, әжімді бетінің ұшы өңі кеткен шүберектей қуарып, қос қолымен жерді тіреп орнынан тұрып, есікке қарай жүрді де, босағаға жете бере тізесін бүгіп сылқ отыра кетті. Қолтығынан демеп тұрғызуға ұмтылыс жасаған Жексенбай мен Құрманға ол қолын сілтеп кете беріңдер дегендей ым жасады. Босағаға басын сүйеп отырып қалған жетім кемпір үмітпен өмір сүрген күндерінің келмеске кеткенін бірінші рет ауыр да болса бұлжымас ақиқатпен сезініп еді. Тіршілік қаңырап бос қалғандай, өзегін төмен сызып сазған жүрегі қара тасқа айналғандай ғайып күй кешкен. Жұмағыз кемпір араға бір жұма салып дүниеден өтті. Тоғайлының жұрты кемпірді жерліп садақа асын беріп бола берген мезетте дәл сондай ағыл-тегіл нөсер түтіннен селдетіп ай кеп ауылды жусады. Селдесін ай жаңбыр. Аспанның нұрын жаудырған Жұмағыз кемпірді жарықтық, иманды адам екен десті тоғайлының шалдары.